Tanıttыңыздар, бұл сіздердің болашақ келіндеріңіз. Ал кел ананы. Бұл не? Бұл өтірікті анықтайтын детектор. Қазір бірнеше сұрақ қоямыз, жауап бер. Келін нешеде тұру керек? Әрине таңғы сағат 7-те, мен өзім күнде 7-те тұрам. 9-да. Ладно, 12-де тұрам. Екінші сұрақ, тамақ істей аласың ба? Әрине істей алам. Роллдың саналмаймын ғой не? Үйбен ағыздың қолынан дым келмейді ғой. Ертең бізде бірге ауылда тұра ала ма? Жоқ, мен тұра аламын ғой. Мен өзім ауылдың қызымын ғой. Сиыр сауы барлығын қатырам ғой. Еще мен папам ауыл партиясының мүшесі. Ауыл партиясы қазір ауылдарды гүлдендіріп жатыр ғой. Мүмкін емес, өтірік науқас қызыл жанат қара. Қойшы, бәрібір қолынан дым келмейтін келін бізге не керек? Мен мысалы кезінде таңғы 5-те тұратынмын. Дәмді тамақтар істеп, үйдің бәрін жинап шығатынмын. Ата-енеме артық сөз айттырмай бәрін істейтінмін. Ой, қойшы болды, ең басы бір-бірін жақсы көрсе болды ғой. Мен сияқты, мысалы, мен сені жақсы көремін, басқа ешқандай қызбен жүрген жоқпын. Мынау істемей тұрған сияқты. Не бәлем мынау? Сен маған менің алғашқы махаббатым деп айттың ғой маған. Ай, ана бір класста Айгүл деген қызбен жүрген. Қайдағы Айгүл? Осы сен мен дуалап алған жоқсың ба? Мен сияқты әдемі қызды қалай сындырдың? Мен сені дуалап. Сіз қыздар дуалап бере аласыз ба? Ой, менде дуалайтын қыздардың түрі бар. Мына қыз Камила, ақыл десең ақыл, сұлу десең сұлу, еще байдың қызы. Басқа қыз бар ма? Мына қыз қалай саған? Аты Сәуле, ой, пысық, сиыр десең сиыр сауат, беш бармақтың түбін түсіреді. Еще ауыл партиясының мүшесі. Білесің ғой, қазір ауыл партиясы ауылдарды гүлдендіріп жатыр. Жоқ, маған басқа вариант керек. Тағадай варианттарыңыз бар? Ибәлемді нені көрсетім? Бір болмайтын Айжан деген вариант бар. Мінезі ит, жалқау, түске дейін ұйықтайды. Қолынан боқ та келмейді. Бір красавица деп те айтпас едім. Осы қызды маған дуалап бергізші. Қумаш, дуаласам Анджелина Джоли дуалап алмайын ба? Арнамда шығып жатқан видеоларды 0,1 ғана адам тіркеліп көреді екен. Сіздерден көмек видеоға лайк басып арнаға тіркеліп кетейікші. Рахмет. Мынау мен братишкам. Ой, сүйкімді екен. Отыра берем, мен қазір келем. Қалайсыз, жеңеше? Сен сөйлей аласың ба не? Я, мен сөйлей алам, только ешкімге айтпаңыз, бұл секрет. Мә, сен онда сөйлей алсаң, менің 1-2 сұрағыма жауап берші. Ойбай, тегін айтпаймын, маған ақша төлеңіз, сол кезде айтамын. Мә, жастар шустырсыңдар, я? Мә, сенің ағаңның подпискасында Айка деген қыз бар. Ол кім? Ол Айка деген, ол менің ағамның бір шаясы. Екеуі арасында сөйлеседі. Келесі сұрақ. Кеше ағаң маған түсте сообщенияларыма жауап бермеді. Ол сол Айкамен қыдырып жүрді ма? Ой, кеше ағам стадилингте болды ғой. Қазір Шымкенттегі стадилингте жазда ағылшыннан интенсив курс болып жатыр. Ағылшын тілін сол арқылы 2 есе тез үйренесіз. Ал кешенің арғы күні қайда болды? Ой, арғы күні де стадилингте болды. Ол курс күнде болады. Аптасына 6 күн. Күнде шетелдік мұғалімдермен практика болады. Және 1,5 айда бір деңгейді аяқтап отырады. Сіз де барсаңызшы, жеңеше. Бірақ сол интенсив курстан кейін Айка екеуі киноға барды. Қалай таныстыңдар ма? Білмеймін, бар Айкаңнан сұрасаңшы. Қайдан біліп қойды? Или сен айттың ба? Жоға, брата, мен сөйлей алмаймын ғой. Тоқ папасы, қараш қызыңа қоймай жауап жатыр. Ой, қызым, не болды? Тып-тыныш отыр ғой. Ой, жаным сол. Папаң келсе болды, өтірік жақсы қыз болып қаласың, не? Өйткені мен папаның қызымын. Сен сөйлей аласың ба не? Я сөйлей алам. Қара қызымыз сөйлеп жатыр. Шын айтам, жаңа ғана сөйлеп жатқан. Прикол ұстай бермеш. Қара қызымыз билеп жатыр. Туй, мен уақытым жоқ, жұмыс істеу керек маған. Жоқ, шын айтам, жаңа ғана биді айырып жатқан. Әй қыз, неге папаңның көзінше мен жынтығып тұрсың, а? Қаз папаңды шақырам, сөйлей ұқтың ба? Давай шақыр. Как раз папа кеткен кезде сен маған мультик қосып, өзің тикток қарап жататынды айтайын. Ей қызым, не болды? Қасындайым ғой. Саған өзіңе бірдеңе керек емес пе? Маған көп көйлектер, сосын кукла Барби керек. А еще біздің үйде интернет мүлдем ұстамайды. Мультиктар үнемі қатып қалады, көру мүмкін емес. Одан да Билайнның премиум отбасы пакетімен интернетін қосайықшы. Сонда папа PlayStation'ды да сағаттап ойнаса да, ал сіз Гуля тәтемен қанша сөйлессеңіз де бәріне интернет жетеді. Оның үстіне сыйлыққа смартфон да береді. Все, жарайды қызым, қостырамын. Саған синий трактор қосып берейін ба? Ту қойшы, одан да драма көрейікші. Сенде сағыз бар ма? Ой, мен қалтамда барлығы бар. Пицца жейсің бе? Пицца? Үтік? Керек бола ма деген ғой. На всякий случай алып жүрмін. Бірдеңе жыбырлап жүр. Ақтөстен осындасың ма немесе іздеп жүрмін ғой. Қазір тауып берем. О, Зурайдың лимонадтары бар екен. Анандай түрлері де бар екен. Ішесің бе? Давай.
адамды. Қазір тауып беремін. Туф, сенің қалтаңда не жоқ? Может, еще адам жатқан шығар? Біреу жатыр. Мен саған қазір көмектесемін. Рэйчел? Бұл кім? Бұл менің бывшаям ғой. Сен мені тастап кет десем, қалтамда жүр екенсің ғой. Сау бол, урод. Жоқ, Рэйчел, тастама. Той, кешір, бірақ сағыз жоқ екен. Сенде бәрі бар, сонда сағыз жоқ па? О, мама, қалайсыздар? Сәлем айтсау. Видео қосайын ба? Иә, міне Айжан. Қалайсыз, мама, мен таңғы 5-тен бері ұлыңызға тамақ істеп жатқам ғой. Еще күні бойы үйге генеральный уборка істеп жатырмын. Қомаш, үйді мен жинадым ғой. Ой, үйдің тірлігі бітпейді ғой, мама. Еще Фридомнан үйге полный продукты тапсырыс беріп қойдым. Еще сіздің дәрілеріңізді де очереден алып қойдым. Алматыға келсеңіздер, самолет пен пойыздың билетінде осы Фридомнан алуға болады. Еще папа екеулеріңізге тура алып қойдым. Тоже осы Фридомнан. Қомаш, Фридом деген банк қой. Оның барлығын қайтып аласың Фридомнан. Ой, қазір Фридом жай ғана банк емес, ішінде барлығы бар. Үлкен экосистемаға айналды. Жақсы, онда мама мен ұлыңыздың сүйікті бешбармағын жасай берейін, ә? Сау болыңыз. Жақсы, мама, сау болыңыз. Жодан бешбармақ. Ой, просто тамақ заказ бере салайықшы. Жаман қусың е сен, ә? Пожалуйста, бізге скидка жасап беріңізші. Жарай, сіздегі 20% жеңілдік жасаймын, жарай ма? Жоқ, бізге 50% скидка жасап беріңізші. Ладно, 50% жеңілдік болады. Доставка мен установканы да тегін қылып беріңізші, жағдайымыздашы. Бопты, доставка, установка тегін. Рахмет! Адрес қай жаққа жеткізу керек? Доставканы біздің Көктөбедегі 3 этажды вилламызға апарасыз ғой. Әне біздің Бентли тұр, соның атынан еріңіздер, я? Жүр жаным. Ей, Федерико, ана бассейн тазаламайсыңдар ма, кіріп болып кетті ғой. Ана фонтанды өшіріңдер, албаттан қосайын, ақша кетіп жатыр. Көтеріл, жүр. Ей, кедей, аяғың таза ма, кірлет тастап жүрме. Люстраны мына жерге ілу керек. Мам, пап, мен подругам Айгүл өзіне новый Феррари алыпты, ал менде обычный Бентли. Ойбай қызым, сен аяғын бүйтесің, ана сейфта $1 миллион тұр, соны ала бер. Рахмет, папа. Не үйге бірдеңе алдыңдар ма? Ой, ана люмикасаның люстралары керемет екен. Тек соларда ғана бар эксклюзивный люстралар сатылады екен. Еще үйінің аяғына дейін 50% бе 90%-ға дейін жеңілдіктер болып жатыр ғой. Не қылып тұрсың, істесінші. Хорошо. Тағы да скидка сұрап алу керек. Беккер маған скидка істеп тұр, маған бай екен ғой. Тупит етіп қалған қараш. Привет, қалайсың? Сіз армансыз ба? Иә, мен ғой. Суретті, вообще басқандайсыз ғой? Ей, ол мен жас кезімдегі суретім ғой. Жас кезімде, сонда нешінші жылғысыз? Мен 6-мын. 2006 ма? Жоқ, 1996. Айтпақшы, сен атың кім еді, есімнен шығып кетті. Айжан. Айжан. Балжан? Айжан. Маржан? Туф, Айжан. Аружан. Аружан, қара, мен күшті видео істедім, қара. Қалай, Сабыржан, ұнады ма? Жесеш, тағы бірдеке заказ берейін ба? Бүгін маған пенсия түсті, ақша көп. Ой, мына абадан алаш деген керемет. Бұйыртса келесі жыл 50 жасымда осы жерде өткіземін. Летний террасасы бар, LED экраны бар, детский игровой площадкасы бар. Ана жиындарға, отырыстарға керемет жер ғой. Еще тамағы да дәмді. Коктейль бірдеңе ішесіз ба? Жоқ, маған шай керек, шипыр шай, әпсе басым ауырады. Немесе сарағаш. Мә, үлкен кісімен бірінші рет аяға кеп тұрмын. Үй, аға? Аға тұрыңыз. Мен қайдамын? Сен екенсің ғой, Балжан. Туф, қойыңызшы. Сіз мен үшін слишком кәрі екенсіз, мен кеттім. В смысле, кәрі, мен жаспын. Тоқта, Гүлжан! Мама, тиктокқа видео түсірейікші. Үйбай, кетер. Мен саған не видео түсетін актрисам ба? Туф, мынау Гүлжамилада адамға 1045 рет звондап тыныштық бермейді. Алло, Гүлжамила, қалайсыңдар? Ана беззвучныйда тұрып қалған ғой. Не жаңалық? Туфтына папаңда үйге қонақ шақты без кетпей. Мына үйде қол бар ғой, бәрін жасайтын. Қой, онда біз қайтайық. Осы кеттіңдер ме не? Дұрыстап отырмадыңдар ғой. Қонсаңдаршы біздің үйді. Вау! Не андағы? Амам өзіме уходовый косметика алғам ғой. Ибе не дейді? Бұл макарон деген авторлық печебокс. Косметолог эстет Бибинур арнайы Кореядан жинақтаған. Бұның ішінде 6 этаптан тұратын уходовый косметика бар. Мам, бұның негізгі бағасы 83 мың теңге. Қазір жеңілдікпен небәрі 47.990 теңге. Алып үлгеріп қалу керек қой. Қой шайтту, бірдеңе алып. Кім қарайды саған? Мама? Ибе не бопты? Мен де қызбын ғой. Мынау кішіппеке не маған да заказ берші. Ибе, белім, басым ауырып тұр.
Айта бүгін не тау болып тұрмын. Үйбай не жатырсыз? На үйдің бәрін әктіңіз тұр. Кілемдерді шығар қағамыз. Мен бүгін наконец-то оған өз сезімімді білдірем. Әй, ұсқынсыз неме, не істеп жүрсің мұнда? Не нау? Тиіспе оған. Саған жігіт қарайды деп жүрсің бе? Ол үшін саған дүниеге қайтадан келу керек. Албасты. Сен не үшін мені соншалықты жек көресің? Себебі сен уродкасың. Болды, мен бүгіннен бастап өзгерем. Сәлем оқырмандар, жаңа жыл келе жатыр. Сол себепті де жаңа жылдық макияжды үйренетін боламыз. Макияжда ең бастысы ол идеальный тон. Сол себепті сіздерге Primor Natural Cover кушонын кеңес беремін. Primor теріні ылғалдандырады. Құрамында SPF 20 болғандықтан күннен қорғайды және де күні бойы теріде мінсіз тұрады. Кушон запаскамен, кішкентай спонжикпен және де SPF 50 базамен келетін болады. Осымен макияжымыз аяқталды. Бастысы сұлулық ішімізде екенін ұмытпайық. Мына новенькая қайдан келген? Мен духовның басын айналдырып алайын деп жүр ма? Сені әрдайым қорғап жүру керек екен. Сен жүгіңға тиісуіңді қой. Сен мына уродканы не үшін жақтап тұрсың? Нағыз сұлулық не екенін білмейді екенсің. Мен сен жүріп кеттік. Сен қаз жастегі жігітпен жүрсің ғой, ә? Иә, таста оны. Ол ертең комптан шықпайтын болады. Одан кейін сенің атыңа кредит алып, қатап кетеді. Жоқ, мен жас тастай алмаймын. Мен жасты жақсы көрем. Жауабыңды. Одан кейін тыңда мені. Челка қиюшы болма, бізге жараспайды. Әлі өсе алмай жүрмін. Сосын блондқа бояушы болма, жармес. Шашымыз мочалка болады, мочалка. Айтпақшы, TikTok кринж деуші болма. Бүгіннен бастап TikTok трендтар түсір. Тура бүгін үйіңе бар да, қара өзіңе. Тура осылай. Жақпа қап-қара күйе деп түсір. Ол обязательно ма? Конечно, хит боласың. Или сен бестайекі графикпен таңнан кешке дейін жұмыс істегің кеп тұр ма? Қазірден бастап бетіңе уход жаса. Ең бірінші шербет пен пенка. Осымен күнді бетіңді жушы. Одан кейін тонер жақ. Бетің қаз құрғап жүр ғой. Пигментация безеу шықпас үшін осы ПДР-ні бар серумды жақ. Кофе ішебергенше құрамында кофеині бар крем қолдан. Күнде SPF шағуды ұмытпашы, пожалуйста. Гуашасы бар мойын қарлаған кремді жақшы, а то менің мойында уже әжім шығып жатыр. Коллаген маска мен тканевая масканы қолдансаң, ертең маған рахмет айтасың. Бұл бокста эстет косметолог Бибіні Нұршекен арнайы Кореядан жинап алып келген бөлек-бөлек 103.900 теңге, ал мандарин боксын алсаң скидкамен 57.900 теңге. Санаулы бокстар ғана қалды. Алып үлгер. Все болды, алам. Соңғысы биткоин сатып ал. Жақсы, онда мен кеттім. Сау. Болашағың сенің қолыңда. Сәлем бердік ене. Әйкелін таңғы 7-те тұруды қажет жоқ. Мен саған қанша рет айтам. Бар ұйықта. Как минимум түске дейін ұйықтайтын бол. Келінна түрің әбіржіп не болып кеткен? Апармайсыз ба мына қызды салонға? Маникюр, педикюрін бәрін жасатып. Шашыңды прическалап үйде әдемі болып жүр. Әй, не үшін ыдыстарды қолыммен жуып жатсың? Жолама оған. Мен не үшін посудомоечный машина алдым, а? Ендігі әрі посудомоечный машинамен ғана жуатын бол. Жолама ыдысқа. Мама, мен бүгін зарплата алдым, барлығын сізге берейін деп отырмын. Керек емес ақшаң. Тарт. Барып өзіңнің әйеліңе берсеңші. Келінге бер, шопинг жасап, бір косметика киім алсын. Әй, келінді аны қара. Дайынның ракына мен ваннаға алған универсальный средствосын алдым. Бір қосы бір акция болып жатыр екен. Отандық өнім, сапасы күшті, кір мен дақты сразу кетіреді. Жақсы шашылады, иісі өте жағымды. Тура парфюм сияқты. Жақсы, мама, енді осымен жуатын боламын. Үй, бұл саған емес, саған айтам. Кешке дейін жатқанша, мән анағыда бар үйдің бәрін жылтыратышы. Мә заттарың.
Мама, не істеп жатсыз? Бөлек шығыңдар сөз, қашанғы бірге тұрамыз? Қайда барамыз біз? Медовый месяц жасайсыңдар ма? Бали, Мальдивқа ма? Ақшасын салып жіберем. Барып кетіңдер. Саған қандай қыздар ұнайды? Маған мамам сияқты заботливая қыздар ұнайды. Мамаң сияқты? Иә. Мама десең, мама сияқты болам. Оу, не істеп кеттің сен? Қане аузыңды аша қой, самолетик. Опа, итжан, аузың кел өзіңнің. Сен негізі мен дұрыс түсінбей қалдың. Ойбай балам, дала суып кетті ғой. Мынаны тағып ал. Не істеп алсың? Дала 30 градус ыстық қой. Әне айттым, ауырып қалдың. Қайда ауырмапсың? Жүр балам, мен сені күшті жерге апарам. Кеттік. Біз қайда келдік? Жүр, саған полменовый киім аламыз. Осы жерде сұмдық скидкалар болып жатыр. Барлық ерлер мен әйелдер киімі 2900-ақ теңге. Еще барлық балалардың киімі 1400-ақ теңге. Ересектердің аяқ киімі 4900-ақ теңге. Не қарап тұрсың? Ау! Балалардың аяқ киімі 2900-ақ теңге. Мәнан кеш қараш күшті. Мамаған үлкен ғой. Навырс! Бұл бағалар осы айдың соңына дейін ғана болады. Бұл точка жабылғалы жатыр, так что үйгер қалуыңыз керек. Бұл жер S-Outlet деп аталады. Адресі Барахолкадағы Адем 3-те. Айтпақшы, ертең үйленгеннен кейін тортты маған. Ай, тоқташы. Маған ондай қыздар ұнамайды екен. Өзің айтты ғой маған сияқты қыздар ұнайды деп. Кешір, мен кеттім. Балам, тоқта! Мама, папа, мен сіздерді қазір қызыммен таныстырам. Пожалуйста, мен позорым шығармаңыздаршы, хорошо? Үйбай, қашан біз сені позор қылдық? Соны айтам, позор етпеңіздер, қазір таныстырамын сіздерді. Бопты, әкеле бер. Танысып қойыңыздар, бұл менің қызым. Ой, біздің баланы таңдағаның жақсы болды. Біздің бала өте добрый. Ой, даже төбелес алмайтын ғой бұл мектепте. Соңғы атаман болатын, даже кішкентай қыздардан таяқ жеп жүреді. Ай, молодец, жанымсың. Ой, өтірік айтпаңыздаршы, олай болған жоқ қой. Кеше ғана бала едім, уже ер жеттім. 11 классқа дейін отбасы жіберетін есімде ма? Бірақ мен үшін әлі бала дәсті тұрсыйына дейін мен жуамын. Шын ба? Жоқ, қалжыңдап жатыр. Еще бұған түрі страшный деп қыздар да қарамаушы еді ғой. Бір қыз қарап, соның атына кредит алып, екеуі сөйлеспей айырылысып кетмеді ғой. Өтірік айтады, ол прикол ұстап отыр. Бұның бір красавчик Азамат деген досы бар. Міне қара, спортсмен енді, сұп-сұлу. Ауыл партиясының мүшесі. Қазір ауыл партиясы ауылдарды гүлдендіріп жатыр ғой. Пысық жігіт, бәрі осы астатын. Біздің жігітті ешкім керек қылмайтын ғой. Шүкір. Ой, қарады, бір қыз қарады бұған. Не ғой, мен барайын, менің жұмыстарым бар еді. Жоқ, қайда барасың? Ой, не болды? Айтпақшы, Азаматтың нөмірін бересіз бе? Не ғой, мен счет төлейтін ақшам болмай тұр да. Сен маған қарыз ақша бере аласың, мен саған қайтарам кейін. Жарайды, бірақ договорға қол қоя саласың ба? Мен Арман Айжаннан қарыз қалдым деп. Ат бәрекелді. Енді сен видеоға түсіріп алсаң бола ма? Кейін если что, сұрпрат әмел болады. Мен Арман Айжаннан Мадрид сеті үшін 4990 теңге алдым. Қайтарам. Бұл ма? Жақсы болды. Кешіріңіз, мына жігіт менен қарызға ақша алып жатыр. Если что, ертең сотта сіз көйгер болсы жарай ма? Мен қарызымды қашан қайтарасың? Ойбай, қайтарам. Мадрид сеті үшін алған 4990 теңгемді қайтарам, айналайын. Бәле болдың ғой? Мадрид сеті үшін алған 4990 теңгемді қайтарам, айналайын. Болды, енді барлық дәлелдер бар.